Израиль халқы Мысырдан шығып, Синай тауына жеткен кезде, Құдай Мұса арқылы оларға 10 заңды берді. Құдайдан басқа тәңірлерге табынба, мүсіндер жасама, оларға бас име деп бұйырған Құдай. Израиль халқын басқарған Мұса мен Ешуа да өлгенше тек Құдайға ғана сыйыныңдар деп үйреткен еді. Израиль халқы жаңа жерге кірсе, сол жердегі халықтар табынатын әртүрлі тәңірлерді білетін болады деген уайыммен олар солай айтып кеткен екен. Шынымен Израиль халқы 40 жыл бойы айдалада жүргеннен кейін Қанахан жеріне кіргенде, олар сол жердегі адамдар жасаған мүсіндерге қарап қайран қалды. Өздерінің Құдайы көзге көрінбейтін тәңір, ал керісінше Қанахан халықтарының тәңірлері көзге көрінетін мүсіндер боп тұр екен. Әсіресе Бағал мен Ашера деген тәңірсымақтар Израиль халқына: сендер не себептен тек бір Құдайға ғана сыйынасыңдар? Көп тәңірлерге табынса жақсы емес пе деп азғырды. Израиль халқы олардың сол сөздеріне құлақ салып, Құдаймен қатар басқа тәңірлерге де сыйына бастады. Ақыр соңында оларды Құдай жазалады. Месопотамияның патшасы Кушан Рушаттайым Израильге шабуыл жасады. Израильдіктер 8 жыл бойы оларға қызмет етуге мәжбүр болды. Қанахан жеріне кіріп, бостандық алған олар енді тағы да басқа елге құл болып қиналып жатты. Сонда израильдіктер Құдайға: бізді құтқара көр деп жалынды. Құдай сонда олардан бас тартпай, оларды құтқаратын бір адамды тағайындады. Ол бұрын израильдіктер Қанахан жерін барлаған кезде Құдай сол жерді өздеріне берді деп батылдықпен айтқан Халептің інісінің ұлы Отниел еді. Жаратқан иенің рухы Отниелге қонып, ол Израильдің алғашқы биі болды. Би негізінде соттаушы, ал Қанахан жерінде би дегенде Израильді басқа елдерден құтқарған адамдарды да білдіретін. Отниел би Құдайдың бұйрығымен Месопотамияға қарсы соғысып, жеңіп шықты. Содан кейін Израильде 40 жыл бойы тыныштық орнады. Балалар, билер кітабында Құдайдан бас тартып, өз еркімен өмір сүрген израильдіктер туралы әңгімелер көп. Кейде жеке адам, кейде бір отбасы, немесе бір ру, кейде бүкіл Израиль халқы Құдайды тыңдамай, өз еркімен жүріп қиналған еді. Әйтсе де әрбір сондай кездерде Құдайдың рухы қонып, оған мойын сұнған адамдар болған. Олар арқылы Израиль жерінде қайтадан тыныштық орнаған. Қазіргі заманда да өз еркімен өмір сүретін адамдарға әлемде көптеген мәселелер тууда. Алайда есімізде болсын, Құдайдың сөзіне құлақ салып, мойын сұнатын адамдар арқылы, яғни біз арқылы тыныштық орнайтын болады.